Барлығыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге хит болып жатқан морковный пирог с кремом чиздің толық видео рецептін ұсынамын. Өте дәмді, нәзік, дәл бір торт секілді. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен біз құрғақ заттарды араластырамыз. Ол үшін ұнға қопсытқышты қосамыз, корицаны қосамыз және кішкене араластырамыз. Сосын оның үстіне бір шай қасық соданы уксуспен гаситетіп, осылай салып араластырамыз. Уксусты салуымыздың себебі біздің қамырымызда сәбіз болады, ол жақсы көтерілу үшін қажет. Енді біз бисквитімізге көшеміз. Ол үшін 6 жұмыртқаға шым-шым тұз қосып, миксерімізбен шайқаймыз. Осылай көбіктенген кезде қантымызды 2 немесе 3 бөлікке бөле отыра миксерлейміз. Жақсылап шайқаймыз, тоқтатпаймыз. Осылай аппақ болып есе көбейген кезде біз оған сұйық майымызды құямыз. Миксерлеуді тоқтатпаймыз. Жаңғағымызды пышақпен немесе блендермен осылай майдалап аламыз. Ең бастысы қатты майда қылмаңыздар, яғни тіске білінетіндей болсын. Оны да қосып, миксерімізбен араластырып аламыз. Сәбізді майда үккіштен немесе блендерден өткізіп, осылай майдалаймыз және де қамырымызға қосамыз. Бұл жерде айта кететін жайт, ең басты ыдыстарыңызды, яғни қамырды шайқайтын, араластыратын ыдыстарыңызды үлкен етіп таңдағандарыңыз жақсы. Сәбізімізді де миксермен шайқап, бір келкі етіп араластырып аламыз. Енді алдын ала араластырып қойған ұнымызды, қопсытқыш, корица және соданы осылай жаймендеп қосамыз және миксерімізбен шайқап аламыз. Ұнды бір дестен қоспаймыз, 2 немесе 3 бөлікке бөле отыра жаймендеп қосып, миксерімізбен шайқап араластырамыз. Біздің қамырымыз дайын, оны бір шетке алып қоямыз. Енді кремімізге көшеміз. Ол үшін крем чизге 3 жұмыртқа қосамыз, қант саламыз және ванильді қантты салып, блендерімізбен езіп бір келкі масса етеміз. Осылайша креміміз дайын, оны бір шетке алып қоямыз. Енді формамызды дайындаймыз. Ол үшін үлкен противенге пергамент қағазын төсейміз және де 4 бұрышты формамызды қоямызда 30-40 немесе 25-35 қыламыз. Оған қамырымыздың бір бөлігін құямыз және қасықпен немесе лопаткамен осы қамырымызды тегістеп шығамыз. Бұл жерде айта кететін жайт, кремді негізінде мына видеодағыдай емес, кондитерлік қапшыққа салып, аузын кішкене ғана кесіп, барлық жеріне жететіндей етіп, бір келкі етіп құйып шықсаңыздар болады. Сонда кремдеріңіз толыққанды бір келкі болып, барлық жеріне бірдей болып жағылатын болады. Егер мен сияқты дәл осылай жасайтын болсаңыздар, ортасында көбірек қалып кетуі мүмкін. Барлығын жақсылап тегістеп аламыз. Және де екінші қамырымызды да дәл осылай кондитерлік қапшықпен құйып шығамыз. Сонда барлық жерінде бір келкі бірдей болып құйылып шығады. Оны да лопаткамен немесе қасықпен тегістеп аламыз.
Енді ағаш таяқшамен видеода көрсетіліп тұрғандай осылай араластырып аламыз. Яғни ағаш таяқшамыз осы пирогтың түбіне дейін жетуі қажет. Барлық жерін осылай араластырып, алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 40 минуттай немесе 1 сағаттай пісіріп аламыз. Менің пирогым 1 сағаттай пісті. Беті көтерілген еді, және толық суығаннан кейін осылай кішкене беті түседі. Жан жағын пышақпен өтіп шығамыз, яғни формадан босатамыз. Кейін форманы алып тастаймыз. Тоңазытқышта 1 сағаттай қойбасаңыздар, кремі толықтай суып, әдемі кесілетін болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Хит болып жатқан өте дәмді, нәзік пирогтардың бірі. Торт секілді десек те болады. Егер менің видео рецепт ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Әрі каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар.